Балалық шағымыз біздің ауылда өтті енді негізі. Бірінші маусым дегенде ол қалаға барамыз, аттракционға барамыз, балмұздақ жейміз, сондай күтіп тұратынбыз. Вот эти яркие вспышки, они потом с нами надолго остаются. До сих пор помню, как я первый раз села на велосипед, поехала по диагонали, прям там в кустах осталась. Тәтті мақта сатып алып берді. Сол үйге қайтып бара жатқанда автобуста ұйықтап қалыппын. Тұрсам, жаңағы тәтті мақта бетіме жабысқан, қасымда отырған кісілердің киімдерін бәрін болғаптым. Сондай бір қызық оқиға болды. Я решил в детстве стать рекордсменом по набиванию мяча на голове. Не было футбольного мяча, у меня был только баскетбольный мяч, огромный, тяжелый. Стал рекордсменом и дошел до рекорда 85 набиваний. Очень счастливое детство. Очень счастливое.